Шыршаның көз жасы. Олар ескі үй сатып алды. Кейін жаңа үй салам деді әкесі. Аулада ақ қарға оранған кішкентай шырша өсіп тұрды. Құдды бір кішкентай сәби секілді. Құдай-ай, сүйкімдісін-ай, кейін кірпіштеп бұтағы сынып кетпесін деді Ақбота. Күн шыққан соң оның орнын ауыстыру керек, бірақ амал жоқ, қар кеткенін күтесің. Көктем шыға сала Ақбота ағасына қарай өтініш жасап тұрды. Кейін екеуі ескі үйіне қарай келді. Аулаға келген кезде өз көзіме өзім сенбедім. Шырша онында жоқ еді. Сонда оны кім ұрлауы мүмкін? Кейін біз сұрақтың жауабын іздеп аулаға қарай жүгірдік. Сосын алдымыздан бір үлкен қыз сағызын жайбарақат шайнап тұрып, біз оны жаңа жыл мерекесіне пайдаландық деп сарай жақты нұсқады. Сосын біз сарай жаққа қарай бардық. Қарасақ, шыршаның асты кесулі, етегі қара сүйеулі тұр. Кеше ғана көзін жауын алып тұрған шырша қатыгез қолдың кесірінен жалбап шегуде. Сұмдық-ай, шыршаны кесуде жауыздықтың бір түрі ме? Сонда ана қыздың бұны түсінбегені ме? Кейін Ақбота үйіне өте мұнайлы болып қайтты. Ертелік ұйықтап қалды, түс көрді. Түсінде бір қыз бастаған медеу тобы шыршаларды кесуде. Шыршалар жылап тұрды. Шыршалардың желектерінен жас жолды. Доғарыңдар деп айқайлап Ақбота түсінен оянып кетті. Қызым, бәрі жақсы ма, түс көрінбе деп апасы айтты. Сосын Ақбота, я, бәрі жақсы, бірақ түсінде мен шыршалардың жылағанын көрдім. Апа, ендігі жолы жаңа жылды жасанды шыршалармен қарсы алайықшы.